Адам таңғажайып құбылыс. Адам баласының жаратылысы өте керемет және қызықты жүйемен орналасқан. Сол жаратылыстың керемет жүйесінің бірі ми. Оның құрылысы мен қызметі өте күрделі. Ми ешқашан демалмайды. Тіпті түнде дененің көптеген мүшелері босаңсып қозғалмайтын күйге түссе де, ми жұмыс істеп жатады. Ол жүректің соғысын, дененің қызуын, ас қорыту жүйесін және ішкі үдерістерді бақылап тыным таппайды. Ми адам санасы мен ойының мекені болып табылатындықтан, адамның кез келген ойы осы мида қорытылады. 1980 жылы Миннесота университетінің оқытушысы, психология ғылымдарының профессоры Эрик Клингер адам санасына қатысты қызықты зерттеу жүргізеді. Зерттеуге қатысушы адамдарға арнайы құрылғы беріп, сол құрылғыға дыбыстық белгі берілген сәтте адамдардың өз ойларын жазып отыруды сұрайды. Бұл зерттеу 1 аптаға созылады. Зерттеу қорытындысы бойынша мына мәселе анықталды: бір тәуліктегі 16 сағаттың ішінде адам миына орта есеппен 14 секундқа созылатын 500-ден аса түрлі идеялар келеді екен. Адам уақытының көп бөлігін күнделікті істерге жұмсайды дегеннің өзінде, миға келетін ойлардың орта есеппен 18% адамға жағымсыз эмоциялар сыйлайды. Ал 13% қорлық көрсету, қатыгездік сияқты қауіпті ойлардан тұрады. Осы зерттеу бойынша адам баласы өз миына келетін ойларды тізгіндей алмайды деген тұжырым жасауға болады. Жаман ойлар қайдан келеді? Адам миының жасушаларында түрлі ақпараттар орналасқан. Соның бірі біздің тақырыпқа арқау болып отырған жаман ойлар. Онымен күреспесек, ол ой бізді жеңіп құрдымға алып барары сөзсіз. Енді сол ойлардың пайда болу себептеріне тоқталайық. Күдіктену. Әдетте, қандай да бір іске байланысты сенімділік туындай бастағанда, артынша күмәнді ойлар келе бастайды. Сол күдік пен күмән санамыздағы жаман ойлардың ошағына айналып, бір іске, бір адамға және тағы басқа жайттарға байланысты санамызға түрлі жаман ойларды ұялата бастайды. Осылайша күдікті ойларды тізбектеп, миымызға керек емес артық ақпараттар жүктейміз және осының салдарынан денсаулығымызға орасан зиян келтіреміз. Кез келген күдікті ой бізді жаман ойлардың құшағына жетелеп алып барады. Осы ойлардан құтылу үшін өзіңізді қателікке алып барар жолдардан аулақ ұстау керек екенін естен шығармаңыз. Өзіңді кінәлі сезіну. Қандай да бір жағымсыз жағдайға қалып, сол жағдай есіңізге түскен сайын өзіңізді ыңғайсыз сезініп, осы уақытқа дейін де жазғырып жүрсіз бе? Онда сіздің өміріңіздің бір бөлігі өткен шақтың құрсауында қалып қойған. Осының салдарынан сіз сол ойларға қайта-қайта оралып, өзіңізге зиян келтіріп жатырсыз. Жасаған іске өкініп тәубеге келу дұрыс. Дегенмен өткенді еске алып, жараның аузын аша беру қажет емес. Өйткені бұл да жаман ойлардың келуіне себеп болады. Ал енді жаман ойлардан қалай құтыламыз? Бірінші, отырыңыз да сізді мазалап жүрген ойларыңызды қағазға жазыңыз. Енді ол ойлардан зардап шекпес үшін не істейтініңізді қарастырыңыз. Екінші, толыққанды тынығыңыз. Тек тынығып қана қоймай, сол демалысыңызды жанға жайлы, жақсы естеліктермен толтырыңыз. Сол арқылы миыңыз да тынығып артық жүктен арылады. Содан кейін ғана ойыңызға жақсы ойлар келе бастайды. Үшінші, депрессияға қарсы азық-түліктерді қолданыңыз. Бұл жағдайда ондай азық-түліктердің орнын бағаламай қоюға болмайды. Жаман ойлармен күресуде банан мен шоколадтың керемет көмегі болмаса да, көңіл күйіңізді көтеріп, өзіңізді сергек сезінуге көмектеседі. Сонымен қатар орман жаңғағы, қара мейіз, теңіз балығының пайдасы көп. Төртінші, кешіруді және кешірім сұрай білуді үйреніп әдетке айналдырыңыз. Бұл арқылы жаныңызды күйзеткен жағдайдан арыласыз. Нәтижесінде көңіліңіздің қуанышқа толып, иығыңыздан ауыр жүк түскендей жеңілдегеніңізді байқайсыз. Бесінші, қызықты кітаптар оқып, күнде жаңа нәрсе үйреніңіз. Осы арқылы күнде жаңалыққа жаныңыз құштар болып, ойыңыз бөлінеді. Алтыншы, уақытты үнемді қолданыңыз және жаман ойларға бос уақыт қалдырмаңыз, үнемі жақсы бір іспен шұғылданыңыз. Жетінші, қайғы мен ренішті ішіңізде сақтамаңыз. Жақыныңызбен бөлісіңіз. Біреуді ренжітсеңіз, оны қуантатын бір іс жасаңыз. Сізді біреу ренжітсе, оңашада жылап алыңыз. Біле білсеңіз, жылап алу көз жасы шаршауды және ауырсынуды басатын ең жақсы дәрі. Сегізінші, өз-өзіңізге есеп беруді қолға алып, өзіңіздің іс-әрекетіңізді талдаңыз.
Әр іске байсалдылықпен қарап, қорқынышыңызды жеңе біліңіз. Шындықты қалай бар, солай қабылдаңыз. 9. Ешқашан күдіктенбеңіз. Ешкімнің кемшілігін іздемеңіз. Кемшіліктерді барлық нәрседен, барлық адамдардан табуға болады. Бірақ бұл біздің басты мақсатымыз емес. Бір нәрсеге немесе бір адамнан күдіктене бастаған кезде, бірден Алланы еске алыңыз, зікір айтыңыз. Мейлі ол астағфируллах деген сөз болса да, кез келген күдіктен арылуға болады. Сіз күдіктеніп жүрген мәселе уақыт өте келе өзектілігін жоғалтады. Бұған күмәніңіз болмасын. Бүгінгі ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар.